Саламатсыздар ма? Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Бүгін мен мынандай сумка жасадым. Енді мына суреттегідей емес менікі. Бұдан әлдеқайда нашарлау. Бүгін бірінші рет жасап отырмын. Сумка мынандай болды. Мына жағы кәдімгі шоколад. Мына жағын бояп едім, бояуым онша әдемі болып шықпады. Дегенмен мына қара күйінде қалдыруым керек еді, сонда әдемірек болатын еді. Енді көрейін дедім. Мына ракушканы үшінші рет жасап отырмын. Бұл енді көңілмен шықты. Жақынырақ көрсетемін қазір. Ішіне ақ моншақ салдым, жейтін конфет. Енді білмеймін, бұны не деп айтуға болады. Бутылка шампанский болатын шығар енді жаңа жылға. Қараңыздар, шоколадтан. Сіздерге мынандай шоколадтың қалпына құйып туфли жасауды енді мен сіздерге көрсете аламын. Бұның алдында мен видео түсіргем жоқ, себебі менің өзім жаңадан үйреніп жатқан себепті шоколадпен жұмыс істеу өте қиын деп сіздерге айттым ғой. Сондықтан менің қолым әбден қалыптасқанша сіздерге көрсете алмас едім. Енді мен қанша шоколад кетіретінмін, қанша шоколад бұлғанатын саяқтың бәрі. Енді қазір мына туфли жасау қалпына келді. Сондықтан бірінші осы формаға қалай шоколадымызды ерту керек, қалай оны құюымыз керек, қалай қатыруымыз керек, келесі видеода сіздерге түсіріп көрсетем. Осы туфлидің формасын көрсеңіздер, алып өздеріңізге үйлеріңізге алып қоюларыңызға болады. Себебі мынандай шоколадтан жасалған әдемі туфли, немесе мынандай жаңағы бутылка. Қолдан жасалған әрбір подаркымыз адамдардың көңілінен шығады, туған туысқандарымызды қуантады. Мынандай ракушка. Ішінде мынандай жемчугтары бар. Сіздерге көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Не туфли. Мне мынандай сумочка, әрине мына жерін келтіре алмадым. Бұл бірінші сумочка, бірінші жасаған